Армысыздар, бұл ЖЖ студия. Бүгін депутаттар ТМД елдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы ынтымақтастығы туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын қарады. Осы жөнінде бүгін біз студиямыздың қонағы Ерболат Саурықов мырзамен әңгімелесеміз. Қош келдіңіз. Ең әуелі осы заң жобасының маңыздылығын түсіндіріп кетіңізші, бұл бізге не береді? Бұл заң жобасы Астана қаласында 2022 жылдың 14 қазанда тәуелсіз мемлекеттер достастығына кіретін елдердің арасында өзара келісім болған. Оған 7 ел кірді. Сол келісімге қол қойылған 7 мемлекет басшысы. Сол келісімнің негізінде бүгінде мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі осы ратификацияның негізін дайындаған болатын. Бұл заң жобасының негізгі мақсаты мынау осы ТМД елдеріндегі сыбайлас жемқорлықтың жалпы өршіп тұруы бүгінгі күнде. Бұл біздің де елімізге тікелей қатысты. Бүгінгі күнде шын мәнінде мынау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу, оларды болдырмауға байланысты және сыбайлас жемқорлық орын алған жағдайда осы мемлекеттер арасында бірлесе жұмыс жасау, тергеу, тексеру, егер ондай сыбайлас жемқорлық орын алған жағдайда қылмыстық топтарды іздестіру бірлесе, оларды ұстау, болмаса бір-біріне беру деген мәселелер, және сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың негізінде жаңағы ұрлап кеткен дүние мүлікті елге кері қайтару, активтерді елге кері қайтару мәселесі осы ратификацияның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Енді біз жалпы сыбайлас жемқорлық туралы айтқан кезде өзіміздің еліміздің іштегі сыбайлас жемқорлықты айтамыз үнемі. Ол өзінің Қазақстанның ұлттық заңнамасының аясында оның барлығы бекітілген қылмыстық процессуалдық кодекстің аяғында олардың барлығына қатысты статьялар мен жауапкершіліктер бар. Ал бірақ енді ертеңгі күні осындай қылмыстық топтар осындай қылмысты жасағаннан кейін өзге елге шығып кетсе, жақсы, өзге шетелдерге шығып кетсе, мысалы Катарға шығып кететін болса, олармен бізде ратификация бар. Мынау жаңағы басқа да елдерге, Түркия, басқа елдерге шығып кетсе, олармен ратификациялар бар. Ал біздің ТМД елдерінің ішінде мынау осы мемлекет аралық кеңестің осы 7 мемлекеттің қол қойғаны, бұл біз үшін де ол мемлекеттер үшін өте тиімді болып тұр. Шын мәнінде бүгінгі күнде осы елдерде қылмысты атқарып, жасап, қашып жүрген азаматтар көп. Біздің елімізде сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батып, сол елдерге бой тасалап жүргендер көп, және шығып кеткен активтер көп. Мінекей осыларды қайтарудың бірден бір жолы осы бүгінгі ратификация. Ерболат мырза, жайдақ тілге салғанда, мына 7 мемлекет дедіңіз ғой, бір-бірінің алдында қандай міндеттерді алып отыр? Мына сіз айтқан нәрселерді олар қалай іске асырады? Бұл жерде жаңағы айтып отқан 7 мемлекеттің ең алдымен бірінші өздерінің ұлттық заңнамасы бар. Әр мемлекеттің ұлттық заңнамасының негізінде мына 33 баптан тұратын бүгінгі ратификация жасалып отыр. Бұл 33 баптан тұрады. Осының ішінде 3 бапқа, 10-шы, 12-шы, 14-шы бапқа біздің мемлекет басшымыз ескертумен қол қойды. Қырғызстан 10-шы, 12-шы бапқа ескертумен қол қойды. Қалған 5 мемлекет ешқандай ескертусіз қол қойды. Бұл дегеніміз сөз, яғни қалған 5 мемлекеттің өздерінің ұлттық заңнамасы осы ратификацияға толық сәйкес келіп тұр. Ратификацияның талаптарына. Ал бізде жаңағы 3 бапқа сәйкессіздік бар. Яғни бұл дегеніміз, мысалы, бүгінгі күнге дейін біздің мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бар ғой. Мынау салық кодексіне байланысты біздің банктерден мәліметтер алуға, болмаса жаңағы құпия сыбайластық жасаған, жаңағы сыбайластық жасалған істердің тізіміне кіре алмаған екен. Тек қана бас прокуратураның рұқсаты арқылы кіріп отырған. Егер біз бүгін күнде ешқандай ескертусіз қол қойып жіберетін болсақ, онда өзге мемлекеттің құқық қорғау органдары біздің де осындай банктық салықтық жүйемізге, біздің жаңа мемлекеттегі жаңағы құпиялар тізіміне кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан президент осы жерде осындай арнайы ескертпемен қол қойды. Біз ондай жағдайда жаңағы ұлттық заңнама аясында ғана қарайтын боламыз. Қажет болатын болса біз ұстап беру керек па?
ұстап береміз. Мүмкін ұстап беруге келмейтін жағдайлар болатын болса, оны біз өз қарауымызда қалдырамыз. Мүмкін ұстап бермеу керек шығар. Өйткені ол компанияның, болмаса ол азаматтың жасаған қылмысы оншалықты көлемді емес шығар. Сыбайлас жемқорлықтың ірі мөлшерінде емес. Оны Қазақстан заңнамасының аясында да соттап, оған жаза беруге болатын шығар деген мақсатпен осында ерекшелік болғаннан кейін 3 жаңа бапқа ескерту жариялау арқылы қол қойды. Ал енді жаңа сіздің қойып отқан сұрағыңыз, бұл бізге жаңағы қандай іс-шаралар атқарады деген. Мен мұны қойып отырғаным, сіздің кей әріптестеріңіз айтып жатыр, қандай да бір қатаң шаралар жоқ деп. Мысалы, мемлекеттен шығармай қою, мүлкіне арест қою деген сияқты. Осымен сіз қаншалықты келісесіз? Енді бұл жерде Бақытжан Базарбек қой, мен әріптесім айтып отырғаны. Оның да айтқан сөзіне қосылуға болады. Бірақ бұл жерде бұған мен былай жауап берген болар едім. Негізі біздің өзіміздің Қазақстанның қылмыстық процессуалдық несі бар, кодексі бар. Бізде жаңағы осы қылмыс жасағандарға байланысты заңнамада бекітілген көптеген жауапкершіліктер бар. Біз осының аясында ол азаматтарға жауапкершілікке тарталамыз. Бұл жердегі мәселе, бізден қылмыс жасап өзге елде жасырынып жүрген кезде ол мемлекет оларды қорғауын алып қалмау керек. Сол үшін осы келісім жасалады. Болмаса, ол елде жаңа сыбайлас жемқорлықты жасайдыра, біздің елге қашып келіп жүретін болса, біз оларды ұстап, оны қорғамауымыз қажет. Егер ол шын мәнінде сол елдің заңы бойынша қылмыс жасаған болатын болса, ол оған жауап беру керек. Оны ұстау және оны беру осы ратификацияда қарастырылған. Ақпараттық қандай да бір ортақ база бола ма жемқорларға қатысты? Ақпараттық интеграция қалай жүреді мемлекеттердің арасында? Енді бұл жөнінде де осы жаңағы 33 баптан тұратын ратификацияның ішінде бар. Бүгінгі күнге дейін ақпараттық қол жетімсіз болған. Тек қана мысалы, егер айтайық Ресейдің болмаса Өзбекстанның прокуратурасы іздеп жатқан болатын болса, солар ғана шыққан біздің бас прокуратураға. Егер олардың сыбайлас жемқорлық агенттігі іздеп жатса, солар ғана шыққан бізге. Ал енді мына ратификациядан кейін олардың кез келген құқық қорғау жаңағы органдары бізбен және бізден бөлек қалған 6 мемлекеттің ішінде бірлесе тізе қосып отырып жоспар құра алады, бірлесе іздестіру жұмыстарын жүргізе алады, бірлесіп отырып қылмысқа байланысты қылмыстық істерді аша алады және соттың шешімінен кейін оларды ұстап алып кетуге, болмаса керісінше қайтарып беруге осындай жағдайлар жасалады. Және соңғы сұрағым, біздің елдегі қазір бас прокуратура атқарып отырған және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс агенттігі атқарып жатқан активтерді қайтару процесіне қандай баға бересіз? Енді жаңа ғана сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бірінші орынбасары 1 триллиондай теңге қайтты деп айтты. Бұға дейінгі менің мәліметім бойынша, мен ең соңғы мәліметім осыдан бір 4-5 ай бұрын алған болатым. Ол кезде 435 миллиардтай теңге қайтарылып тұрған. Яғни одан беріде тағы да 400-500 миллиардқа жуық ақша қайтарылған болатын болса, онда мен ойымша жұмыс ауқымы жақсы деп мен өзім ойлаймын. Бірақ бұл салыстырмалы түрде ғана. Өйткені былтыр ғана заң қабылданды активтерге қатысты, жаңа заңсыз шығарылған активтерді қайтаруға байланысты комитет құрылды бас прокуратураның жанынан, олар жұмыс істеп жатыр. Бірақ менің ойымша әлде болса бұған кішкене жан-жақты өте актуалды келу керек. Өйткені біздің елден шығарылып кеткен активтердің санын мен енді айта алмаймын, ол жөнінде эксперт емеспін. Бірақ мынау әлеуметтік желіден, елдің аузынан естіген ақпараттар бойынша ол бірнеше триллионға жетеді. Олардың барлығын қайтару үшін тек қана жаңа осы ТМД елдеріндегі 7 мемлекет қана емес, өзге мемлекеттерінде қосылған жақсы еді. Мысалы, Түркмения қосылмай қалды бұған, Молдова қосылмай қалды. Одан бөлек мынау алыс шетелдермен де осындай ратификациялар жасауымыз қажет. Материалдық активтерді шығарып, заңсыз жолмен шығарып алып кеткен мемлекеттерде осындай тәуекелдер болатын болса, сол мемлекеттермен ратификацияларды жасауымыз қажет. Сол кезде қаржы көптеп елге қайтатын болады. Мұны сұраған себебім, біз көп жағдайда бақ беттерінен көреміз, осынша сома қайтты, мынанша сома қайтты, бұл мынаған жұмсалып жатыр деп. Бірақ та кімнен қайтып жатқан, қандай жолмен қайтып жатқаны көп жағдайда бір жасырын қалатын сияқты. Жоқ, мен келісемін. Мүмкін бұл құқық қорғау органдарының арнайы
қалай дейді, әдістемесі шығар. Өйткені кейбір жаңағы заңсыз шығарылып кеткен активтердің егелері өздері өз еріктерімен әкеп оларды қайтарған жағдайда олардың есімін атамау туралы мүмкін келісім уағдаластық бар шығар. Одан кейін жаңағы белгілі бір топтар өз еркімен әкелмей оларды заң жүзімен тартып алған болатын болса, олардың атын мүмкін қазіргі уақытта тергеу құпиясына байланысты әзірге ашпау керек шығар. Мүмкін осындай мәселелерге байланысты ол азаматтардың есімдері мүмкін аталмай тұрған шығар. Жақсы, Ерболат мырза, бүгін біздің студиямызға келіп, көкейдегі сауалдарыма жауап бергеніңіз үшін рахмет. Рахмет.